Қымбатты көрермен, соңғы уақытта әртүрлі мамандық иелеріне қоғамда болып жатқан қызық жайттарға, қызық емес жайттарға да сұрақтарымыз көбейіп кетті. Сол сұрақтарға тікелей жауап алатын тек қана бір-ақ жер бар. Ол стресс-конференция! Бүгінгі стресс-конференция қонақтары таксистер! Қошеметтеріңізбен қарсы таксистер! Сұрақ бар ма? Қол көтерейік. Неге Каспий голдтарыңыз өз аттарыңызда емес, әйелдеріңіздің атында? Просто әйелім ар жақта басқа машинамен таксовать етіп жүрді. Ода менің нөмірім жазылып тұр. Ол деген таксистердің махаббаттың адалдылығы да ол. Айта бер, та. Сұрақ. Неге Каспий голдтарыңыз өз аттарыңызда емес? Неге мен атым Айнұр мысалы? Жалғастырайық. Ең бірінші сұрақ, не үшін беспонтовый музыка оқып қоясыңдар? Қызыңызды алама папа деген күшті. Жақсы ғой. Нұрсында айтады соны еще. Жылы су ішесіңдер ма? Қасында бит сүртетін орамал тұрады ғой да. Жаңбырда неғып таксидің бағасы қымбаттап кетеді? Қай кезде? Жаңбырда таксидің бағасы неғып қымбаттап кетеді? Төбесі ашық. Жаңбырда қымбаттайды ғой. Бұл мотоциклмен таксовать ететін еді ғой. Неге жаңбырда таксидің бағасы қымбаттап кетеді? Енді дұрысқа қиын ғой, төбесі ашық қой машинаның. Палеон, сол жауап па? Рахмет. Неге саясатты депутаттардан жақсы білесіздер? Біз депутаттарға қарағанда халықпен тығыз байланыстамыз ғой күнде. Қаттай черт, қаттай черт! Керемет. Жалпы сіздер саясатқа жақын боласыздар. Неге таксистер партиясын ашпайсыздар? Жаңа Қазақстанға 500 кеттік. Міне. Өте жақсы. Рахмет, сұрақ бар ма? Неге сіздер осы әңгіме етіп жатқан кезде әңгіме барсыздар? Ау, түсінбедім. Сіздер осы таксиде әңгіме етіп келе жатқан кезде, мен негізі жұмысым бар, просто кешке жақын қол босағанда таксовать етемін дейсіздер. Күлкілі отыра берді. Жұмыстарыңыз қандай сонда? Сендер де таксиге мінген кезде, мен келігім СТО-да, сосын таксимен жүрмін, жұртыласыңдар ғой. Міне. Жақсы. Неге көп боқтайсыздар? Жолдар боқтатады. Рахмет, әдемі жауап болды. Жалғастырайық. Клиенттердің разылығымен жұлдызша жинайсыздар ғой, сол жұлдызды қайда жаратасыздар? Мектепте алмаған 5-ті таксиде алайық дедік. Жалғастырайық, сұрақ. Сіздерді жол боқтатады дейсіздер, енді Семейдің таксисінен сұрасақ, сіздің Алматы мен Семей арасындағы жол не істетеді? Бұл сөйлемейді, тек боқтай береді. Семейге барып көреді, тек боқтайды, болды. Екінші сұрақ болса, неге таксисттер көбінесе өздеріңіз ұқсайтын машина аласыздар? Менікі стиральный машинаға. Қыздарды тегін алып барып тастаған кездерің көп болды ма? Тегін апарып тастаған кездерің көп болды ма? Қазақтың қыздарын тегін апармағанда кімді апарамыз басқа? 532 фильмінен кейін таксистерден көп қыздар қорқып қалды. Мысалға Пати. Сол себебін айта қойсаңыздар, сіздерден де солай қорықпай ма? Рахмет. Енді Патиге келетін болсақ, енді Патиді жейтін болсақ егер... Негізі шыны керек. Негізі көп биляши шығады. Негізі Пати таксиге отырған кезде шыны керек. Біз қорқып отырамыз негізі. Пати түсіндір кетейін, біздің досымыз. Пати әзіл екенін біледі, е? Мен квичкпін ғой, бәрілерін ұмытқан жоқсың ғой, Осы неге таксисттер үнемі беті сынып қалған Samsung телефон ұстайсыздар? Себебі айфонның бәрін балдарымызға алып береміз. Мен сіздерге сұрағым, неге сіздер танысып алып, Instagram номері сұрап алып, потом ақша сұрайсыздар? Сен сонда қалай? Ондай Instagram мен телефон номеріңді бердім деп, біздің семьямыз ашық алу керек па? Рахмет. Машиналарыңды неге тек мойка самалшылығына жуасыздар? Автомойкада неге жуасыңдар дейді андай. Өз қолмен жуасың. Мойсам. Өзін жу.
деген жерге, иә? Просто сол жерден Енді ыңғайлы. өзің жу деген жерге біреуге жуғыз қоймайсың ғой. деп любойын қол деймін. Просто сол жерде риза болып қалды. Манхэттенға заказ түскенде не істейсіздер? Алыс қол түспесең. Қалтыраймыз. Ол жерге простой адам бармайды ғой. Салон ба? Қандай ойда боласыздар? Дайын ба? Иә, салон ба? Оны көруге Мен болады. қазір мына сұрақты тәпсірлеп берсем паленый болып қалады. Не 500 десе 600 деп 100 теңгеге қадал боласыздар? Біз 600-дің басын қосайық дегенбіз просто. Бірақ жаңа Рахмет, осымен стресс конференция аяқталды. Стресс конференцияның бүгінгі қонақтары таксистер. Атап айтатын болсақ, Бексұлтан, Нұрбол, Нұрсұлтан, Эльдар, Елжан, Есел және де Азамат. Қошеметтеріңіз қатты кәріге, қолдарымыз көтер. Сахнада заманауи термеші, жырау, Қамбаров, Абзал. Желідегі бітпейтін ақшалай сборлар жайлы. Әлеуметтік желіде мына нәрсе қинайды, инстаға кірсең бәрі бір нәрсе жинайды, біреу лайк жинаса бірі коммент жинайды, енді бірі репост жасаңдаршы деп сұрайды, біреу реакция қалдыршы деп өтінеді, біреу барлығын істеңдер деп артық кетеді, кейбірі курс жүргізеді, сабағын сатады, енді бірі лайк үшін шешініп жатады, олар туралы тақырып мені мазаламайды, бұл ән сбор ашып ақша жинайтындар жайлы, бір жерде су басса, бір адам ауырса, блогерлер келіп сол үшін ақша жинайды, менің бұған қарсылығым жоқ, бірақ ойымды мазалайды жалғыз ғана сұрақ, мен түсіне алмадым, көкейде бір сұрақ тұр, неге халықтың проблемасына халық ақша жинап жүр? Бірақ нәрсе айтқым келеді, ағаларға отқан жоғары, халықты уайымдамаңдар, олар өздері ақ шешіп алады, сендер ақша жей беріңдер, балаларың бақытты күн кешеді, ал халық өз мәселесін үйтіп өз ақ шешеді. Біздің халық қиналып жатса да үндемейді, бірақ ағаларым аман болсын деп салық төлейді, көмек керек болса жабылып сбор ашады, бақытты адамдай өмір сүреді, түр бермейді, қымбатты ағалар құрсын ештеңе етпейді, бірақ елге кішкене внимание жетпейді, білемін халық өз мәселесін шешіп аларын, бірақ елде де ақша бітеме деп қорқамын, бізде бәрі жақсы болады деп ел сенеді, әйтпесе тағы да сбор ашуға тура келеді. Жоғарыдағы ағалар, сендер кінәлі емессіңдер, бірақ айтыңдаршы, сонда не үшін керексіңдер? Бірақ нәрсе айтқым келеді, ағаларға отқан жоғары, халықты уайымдамаңдар, олар өздері ақ шешіп алады, біздің халық ақ көңіл ғой, уайымдамасаңдар болады, керісінше егер қиналсаңдар, сендерге де көмектесе алады. Рахмет! Қошеметтеріңіз, Қамбаров, Абзал!